арнама қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге нағыз тойға арналған керемет әнді домбырада толық тартып үйретемін. Бүгін ұлыма деген ән, яғни сіздердің халықтың арасында көбінесе басқа тойды тойламасаң тойлама деп сондай атпен танылып кеткен әнді домбырада толық тартып үйретемін. Бұл ән сіз ойлағаннан өте оңай. Бір шумақты үйреніп алсаңыз болып, соны 4 рет қайталап 4 шумақты толық орындап шығасыз. Әсіресе сандық нотамен өте оңай. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Осы әнді мен сіздерге бүгін үйретемін. Менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, тағы да бір нәрсе айта кетейін. Жалпы арнаға кіріп көріңіз. Бұдан басқа да қазақша әндерге түсірілген керемет тегін түсінікті видео сабақтар бар. Оның ішінде халық әндері, абай әндері, шәмші әндері, халық композиторларының әндері, дәстүрлі әндер сияқты көптеген әндерді іздеп таба аласыз. Барлығы сіздер үшін тегін. Менің мақсатым қазақтың қара домбырасын тарта алатын қазақтардың санының артуына өз үлесімді қосу. Сіз де бұл мақсатыма өз үлесіңізді қоса аласыз. Ол үшін менің видео сабақтарымды домбыраға жаны жақын таныстарыңыз, достарыңыз, туыстарыңыз болса, міндетті түрде менің видео сабақтарымды тарата отырыңыз. Өте түсінікті, ешқандай нота жаттап әуре болмайсыз. Барлығы сан арқылы. Қазір менің түсіндіруім бойынша жалпы былай домбыраның мынадан бастап, мынау бірінші перне деп аталады, яғни осы ақ нүкте тұрған осы бір, осыдан ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Қазір мен сізге 4-ті бас десем 4-ті, 6-ны бас десем 6-ны шатаспай басып отырсаңыз болды. Қалғанын бәрін жаттап аласыз. Өте оңай. Жастық шағын еске алсын, басқа тойда тойламасаң тойлама. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, басқа тойда тойламасаң тойлама. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, барымды да нарымды да сал соған. Ата бабаң осы тойды аңсаған, баласына бір той жасап бере алмай. Бұл өмірден өтіп кетті-ау қаншадан, баласына бір той жасап бере алмай. Бұл өмірден өтіп кетті-ау қаншадан. Төбесіне алтын қойып бақсаңда, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Шаңыраққа ие болып қалатын, асып тұрған, тасып тұрған шағында. Шығын шығып кетеді деп тартынба, жаққан шығын орнын тауып оралар. Күлімдеген балаң тұрса алдыңда, шыққан шығын орнын тауып оралар. Күлімдеген балаң тұрса алдыңда, басқа тойды тойламасаң тойлама. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, басқа тойды тойламасаң тойлама. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз.
Ендеше әнді үйренуді бастайық. Ол үшін ең алдымен домбыраңыздың құлақ күйін дұрыс нотаға келтіріп алыңыз. Астыңғы ішекті ля, ал үстіңгі ішекті ми нотасына. Осылай дұрыстап алыңыз. Осы видеодан, алдыңғы видеода мен домбыраның құлағын дұрыстау туралы толық түсіндірдім. Әсіресе слухпен дұрыстауды толық үйреткен болатынмын. Сол видеоны көрсеңіз болады. Ендеше домбыраңыздың құлағы дұрыс болса, әрі қарай үйренуді бастайық. Жалпы әннің қағысы мынандай: төмен, жоғары, төмен, жоғары. Үнемі осы алма кезек қағыс қағып отырасыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Шатасып кетпей басып отырыңыз. Жалпы бұл әннің 4 шумағы бар. Қазір сізге бірінші шумағын толық домбыраға салып үйретемін. Ал қалған 3 шумағы дәл сол әуенді қайталау болады. Яғни домбырада үйренген бірінші шумақтың әуені қалған 3 шумақта да қайталана береді. Тек қана сөздері басқаша. Ендеше әнді үйренуді бастайық. Бірінші шумақтың бірінші қатарындағы сөздері күй тартылып, барлық әуен айтылсын. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен күй деген сөзді біз ашық, ешқандай пернені баспай, бір қағыс ойнап айтамыз. Күй. Келесі тар деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Тар. Келесі тылып деген сөздерді айтатын кезде біз екінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз осылай. Және осы жерде тұрып екі қағыс ойнаймыз. Тылып. Келесі барлық деген сөзді айтатын кезде алтыншы пернеге қарай жылжимыз. Алтыншы пернені қарап отырыңыз. Кішкентай саусақпен ұстаймын, ал бас бармақ төртінші перненің жоғары жағындағы шекті осылай ұстап тұрады. Және осы жерде тұрып біз екі қағыс ойнаймыз. Барлық. Келесі әуен деген сөзді айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен ұстаймыз, мінекей, екі қағыс қағамыз. Әуен. Айтыл деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Айтыл. Және ең соңғы сын деген буынды айтатын кезде тағы да ашық, ешқандай пернені баспай, 8 қағыс ойнаймыз. Барлығы алма кезек, шатаспай қағамыз. Осылай. Егер ортаны ұстай алатын болсаңыз, негізінде бұл кезде ортаны ұстау керек. Бұлай. Осылай. Және осымен біздің бірінші қатар аяқталды. Бір рет толық тартып көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Бұлай шығу керек, сізде де бірге тартып көріңіз менімен бірге. Күй тартылып, барлық әуен айтылсын. Осылай. Өте оңай. Тек қана жоғары жақта ойналғандықтан бұл ән өте оңай. Қатары былай: анаң шіркін жастық шағын еске алсын. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен а деген буынды біз екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Наң деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, мінекей, бір қағыс қағамыз. Наң. Шіркін деген сөзді айтатын кезде енді алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз былай, мінекей. Енді осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Шіркін. Жастық деген буынды айтатын кезде енді жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз осылай. Енді осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Жастық. Шағын деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз бірінші саусақпен, екі қағыс қағамыз. Шағын. Ес деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Ес. Ке, ал деген буындарды бірге қосып тез айтамыз, оны екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен осы жерде тұрып бір қағыс қағып айтамыз. Кял. Сын деген буынды айтатын кезде енді ең соңғы буын
алтыншы пернені шаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз, былай басамыз, ал бас бармақ төртінші перненің жоғары жағында осылай тұрады. Осы жерде тұрып біз 8 қағыс қағамыз. Осылай түсінікті болды деген ойдамын. Мінекей осымен екінші қатарда аяқталды. Қайта тартып жаттап алыңыз. Бір рет бірге қосылып тартып көрейік. Сізде де осындай шықты деген ойдамын. Анаң шіркін жастық шағын еске алсын. Осылай қайта тартып міндетті түрде соңына дейін жаттап алыңыз. Мінекей әннің екінші қатарын аяқтап, қақ ортасына да келіп жеттік. Менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, есіңізге сала кетейін, дәл қазір подписаться деген кнопканы басып тіркелуді ұмытпаңыз. Жанында тұрған қоңыраушаны міндетті түрде жағып қойыңыз. Әр жаңадан шыққан видеоны сіз бірінші болып көріп отыратын боласыз. Сонда бірге қазақтың домбырасын, қазақтың ұлттық өнерін, әндерін насихаттайық. Достарыңызбен менің видеоларымда таратуды, соларға бөлісуді ұмытпаңыз. Ендеше үшінші қатардың сөздері. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Осы сөздер домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бас деген сөзді біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Бас, қа деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс. Қа, тойды деген сөзді айтатын кезде жетінші пернені ұстаймыз, екінші саусақпен неге екі қағыс қағамыз. Тойды, тойла деген буынды айтатын кезде енді алтыншы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Тойла, масаң деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен және осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Масаң, тойла деген келесі буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, тағы да бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Тойла, ма деген ең соңғы буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстап тұрып, бірінші саусақпен 8 қағыс ойнаймыз. Ма. Осылай. Мінекей, басқа тойды тойламасаң тойлама деген үшінші қатар бірге тартып көреміз. Осымен аяқталды. Мұқият қарап отырыңыз, немесе менімен ілесіп тартып көріңіз. Басқа тойды тойламасаң тойлама. Мінекей, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Барынша сіздер үшін жай тартып көрсетіп жатырмын. Енді осымен төртінші қатарға да келіп жеттік. Ең соңғы қатар, оның сөздері. Екі жастың бақыт тойы тойлансын. Осыны домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен е деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, бір қағыс қағамыз. Е, к деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, тағы да бір қағыс. К, жастың деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен ұстадым, қарап отырыңыз, және осы жерде екі қағыс қағамыз. Жастың, бақыт деген буынды айтатын кезде енді алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз, ал бас бармақ былай тұрады, жаңағыдай төрттің жоғары жағында, осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Бақыт, тойы деген буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Тойы, тойлан деген буынды айтатын кезде енді бірінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Тойлан, және ең соңғы сын деген буынды айтатын кезде ашық ешқандай пернені баспай 8 қағыс қағамыз. Немесе ортаны ұстай алатын болсаңыз, осы жерде ортаны ұстасаңыз болады, бәрібір 8 қағыс қағасыз.
жалпы осымен біздің 4-ші қатарымызда аяқталды. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Бір рет тағы да толық орындап көрсетемін. Жай менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Жалпы 4-ші қатар былай шықты. Екі жастың бақыт тойы тойлансын. Мінекей осымен 4-ші қатарда толық үйрендіңіз. Құттықтаймын, осымен әнді толық шығардық. Енді 1 минут, 2 минут уақытыңызды бөліп, видеоның соңына дейін көре кетіңіз. Сіздерге айта кетейін, жалпы әнді қалай айтамыз? Айтқан кезде де дұрыстап ретпен айту керек. Бірінші жаңа мен видеоның басында айтқан кезде тыңдаған боларсыз. Соңына дейін мен басында ең бірінші бірден сөзді айтып кетпей, проигрыш, яғни жай ғана әуенді ойнадым. Бірінші жай әуен тартамыз. Сол әуен біздің проигрыш деп аталады. Ол жалпы ең соңғы 2 қатар. Біз қазір ғана бір шумақты үйрендік қой, соның ең соңғы 2 қатары, мысалы, басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын деген сөзді айтпай, жай ғана сол қатардың әуендерін домбырада бірінші проигрыш қылып ойнаймыз. Осыны басында міндетті түрде ойнасаңыз, әннің керемет басталады ән. Одан кейін бірінші шумақты толық тартасыз. 2 қатарды міндетті түрде қайталайсыз, ол қайырма сияқты қайталанады. Сосын екінші қатар толық айтасыз, оның да ең соңғы 2 қатарын қайталап айтуды ұмытпаңыз. Сосын ортасында осыдан кейін тағы да бір рет жаңағы басындағы айтқан проигрышты тағы ойнайсыз. Яғни ең соңғы 2 қатарды бір рет әуенін орындайсыз, ешқандай сөз айтпай, ортасында бір рет проигрыш. Одан соң 3-ші шумақты толық орындайсыз, ең соңғы 2 қатар тағы да бір рет қайталауды ұмытпаңыз. Содан соң 4-ші шумақ, оның да ең соңғы 2 қатарын толық қайталайсыз міндетті түрде. Одан соң жаңағы басындағы 1-ші шумақтың қатарлары бар ғой, басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын деген. Соны жай ғана сол 2 қатарды қайта-қайта 2 рет немесе 3 рет орындап айтсаңыз болады. Жаңа мен сияқты басындағы видеода әдейі сіздерге толық әнді айтып көрсеттім. Солай әннің құрылымын жалпы солай қылып айтсаңыз болады. Сіздер үшін әннің барлық шумағының әуенін бір рет домбырада орындап көрсетемін. 1-ші шумағыда, 2-ші шумағыда, 3-ші шумағыда, 4-ші шумағыда дәл осы әуенге салынады. Дәл қазір сіздер осыны толық үйрендіңіздер, мұқият қарап отырыңыз. Сізде де осылай шықты деген үміттемін. Қайталаймыз. Жалпы әуені осындай болу керек. Сізде де дәл осылай шықты, тіпті бұдан да керемет тарттыңыз деген үміттемін. Құттықтаймын, осымен әнді толық домбырада үйрендіңіз.
Бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнады, өте пайдалы болды деген үміттемін. Әнді түгел үйрене алған болсаңыз, комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз. Және де басқа да сіз үйренгіңіз келіп жүрген, домбырада шырқағыңыз келіп жүрген қазақша әндер болса, міндетті түрде оны да пікірге жаза кетіңіз. Сіздердің барлық ойларыңыз мен үшін маңызды, қолдауларыңыз да өте қатты маңызды. Қазақтың домбырасын, қазақтың өнерін, әндерін қолдап отыруды ұмытпаңыз. Жаңа айтқанымдай, менің мақсатым тек қана домбыраны тарта алатын қазақтардың санының артуына өз үлесімді қосу. Бұған сіз де өз үлесіңізді қоса аласыз. Менің видео сабақтарымды домбыра тартқысы келетін жақындарыңызға, үйренгісі келетін таныстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Менің видео сабақтарымды кез келген жастағы адам қолында домбырасы болса болды, көріп үйрене алады, кез келген әнді домбырада шырқай алады. Барлығы сіздер үшін қазақтың ұлттық өнерін бірге дамытайық, бірге танытайық. Ендеше келесі видеода кездескенше сау болыңыз.